Болады. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал Алихан немерем. Ал сүндетің құтты болсын. Адал мұсылман бол. Я Құдайым оңдасын, оң жолынан бастасын, кетпес дәулеттен қиырресін, шыққаның есесін, кіргенің берекесін берсін. Астыңа тұлпар, астыңа құмай тазы, аспанда бүркітің болсын, жортқанда жолың болсын, білегің мықты болсын, ел қорғайтын азамат бол. Алла. Бүгін мынау қасиетті киелі Айыртау өңірінде Ботай елді мекенінде Ботай мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығының 5 жылдығына орай ұйымдастырылған үлкен көрме болды. Бұл жерде қазақтың дәстүріне сәйкес жаңа туған баланы ат жалын тартып мінер азамат болуға шақ қалғанда, яғни Ботай қорығының 5 жылдығына орай 5 жасар баланы атасы бата беріп, әкесі өзі мәпелеп баққан, қаққан құнанға отырғызды. Ашамайға отырған баланың тақымы берік болсын, ешқашан алтынан жамандық келмесін деген тілекпен үлкендеріміз бата берді. Ақжаулықты аналар да 5 жасар баланың қылығына сүйініп, оның атқа қонған ертең ел тізгінін ұстайтын азамат боларына сенімді. Осы үлкен Ботай қорығының 5 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған қатысушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрдайым әр баланың тақымы мықты болсын, алаң асулары биік болсын дейміз. Бұл жерде көрсетілген қазақ дәстүріндегі бәсіре деп аталатын ұмыт болып бара жатқан дәстүріміз, яғни атасы не әкесі жаңа туған балаға бәсіре атайды. Ат жалын тартып мінер жасқа келгенде бәсіресін балаға көрсетіп, соны өзінің тұлпары, яғни болашаққа апарар құнды зат ретінде қараған. Қазақ этносында, қазақ халқындағы салт дәстүрлердің барлығында, яғни терең ұғымға, терең ойлы сырға беріктігі аңғарылады. Тұлпарлардың ғасырлар бойы осы мекендеп Ботайдан табылып жатқан жылқының қолға үйретілген ең алғашқы заттары да осыған дәлел. Ендеше қазақ баласының тақымы аттан кетпесін.